Кейбір мектептердің қызметкерлері қаржыны жымқырып жатса, Талдықорғандағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Еркежан Үмбетбаева мен Виктор Кахно медициналық робот құрастырып шықты. Ол медбикенің рөлін атқарады. Дәрігер науқасты тіркеп, дәрі-дәрмекпен қажетті емдік шаралар тағайындағаннан кейін медбот атты робот іске кіріседі. Мобильдік қосымша арқылы науқастарға уақытылы дәрісін беріп, екпеде салынады. Робот нейрондық жүйе мен Face ID арқылы жұмыс істеп, науқастарды дәрігер енгізген суреттер арқылы ажыратады. Сондай-ақ адамның суды тұтыну мөлшерін бақылап, палаталарды зарарсыздандыру міндетін де атқарады дейді Талдықорғандағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Этот робот, он имеет возможности... Тағы бір айта кететін жайт, робот жұқпалы ауруға шалдыққан карантиндегі науқастарға қажетті заттарды апарып бере алады. Біз оны Германияның Дортмунд қаласында өткен халықаралық олимпиада мен республикалық дарын олимпиадаларында көпшілік назарына ұсындық. Бұл жоба болашақта үлкен қолдауға ие болады деген ойдамын. Қазіргі заманда медицина өте қатты дамып жатса да, көптеген қиындықтар әлі болып жатыр осы салада. Олардың бірі ол медбикелердің жетіспеушілігі. Біз қараған ақпараттар бойынша осы Қазақстанда 10 мың адамға тек 38 медбике келеді. Сондықтан біз осы роботты жасап шығардық.